Абайдың 44-ші қара сөзі. Адам баласының ең жаманы талапсыз. Талап қылушыларда неше түрлі болады. Һәм талаптың өзі де түрлі. Һәм сол талаптардың қайсысының соңына түссе де, бірінен бірі өнерлі, тұрлаулырақ келеді. Уәләкин адам баласы я талапты, я талапсыз болсын. Әйтеуір, бір келдіні керек қылмайтұғыны болмайды. Әрнешік орынсыз ба орынды ма, бәрі келді деушіні көңіл іздеп тұрады. Адам баласы өзі қай жолда, қай майданда жүрсе, сол майдандағы кісімен сырлас болады. Оның үшін өз жолындағылардан бәрекелдіні оңды күтпейді. Маған бәрекелді десе, осы өзіменен серіктес сырлас осылар бәрекелді дер дейді. Таптың ішінде адам баласы көбінесе басына қадір іздеп, сол талапта болады. Біреу мал қуып жатыр, сараңдықпен арамдықпен әйтеуір мал тасып. Мал тапқан ердің жазығы жоқ дейтұғыны, малдың бетін жарық дейтұғыны мақалға сеніп, халықтың түбіне қарай итте болса, малдыны сөге алмайды деп, бұл мал һәм пайда, һәм қасиет болады, бойыма дейді. Мұнысы рас, қазақтың өз құлқына қарағанда, бірақ адамдыққа ақылға қарағанда қазақ түгіл көңіл жеркене тұғыныз. Осыған орай біреу ер атанамын, біреу қажеке атанамын, біреу молдеке атанамын, біреу білгіш қуысым атанамын деп сол харекетке жүр. Әрқайсысы қазаққа яки бірі бар, бірі жоқ болса, бағанағы екі бұлда мақта болып, басынан осы мұны сыпыра елеу азық болар деген талаппен қалып жүр. Мұнысы қазақтың тамырын ұстап қарайттағы, мынаны алып келіп, бірсе қымбат алғанда екен. Осы күнде мына істің біраз пұлы бар екен деп, қазақтың өз бетінен оқып, ізденген талап болмаса, кітап бетінен оқып ізденген талап емес. Оның үшін кітап сөзіменен ізденген талап болса, әуелі көкіректі тазалау керек дейді. Онан соң ғибадат қыл дейді. Қазақтың бетіне қарап, содан оқыған болса, ол талабыңды қыла бер. Көкірегіңді тым тазалаймын деме, оны кім көріп жатыр? Ішінде қатпар көп болмаса, құт берекеге жағымды болмайды дейді. Енді осыған қарап, қайдан оқып, біліп, ұмтылған талап екеніңді білерсің.